Бүгін мына 14 апрель күні Жәмила деген мына жиен сіңлімізге, жиен қызымызға сырға салуға мереке болып жатыр. Соған қатынасып отырған осы жерде бірталай жандар бармыз. Төлеп ауылынан келіп жатқан құдаларды қарсы алып отырмыз. Тек оң болсын, бәрі сәтімен болсын, барған жерінде бағы болсын. Тілекшіміз айналайын. Қош келдіңіздер. Бүгін мына әулетіміздің кенжесі Абай мен Айжамалдың шаңырағында енді өрісі кеңейіп, Жәмиламызға сырға салғалы жатыр. Жастардың талабы оң болсын, барлықтарымызға енді ұзақ ғұмыр тілеймін. Алланың нұры жаусын әр шаңыраққа. Осы жастардың тілегін тілеп жүре берейік. Енді Абай қайным мен Айжамал келініміздің үйінде бүгін қуанышты үйінде болып жатырған той. Жәмила қызымыздың құлағына сырға салу той. Бақытты болсын деймін Жәмила қызымыз. Дені сау болсын, қайда жүрсе де аман болсын. Қашан ашық болсын деп. Оның үстіне өпешесін жайды. Ол золотыдай жарқырап жүрсін деп. Оның үстіне жеңгелері тізерлеп отырғызған екен. Ол бізге инабатты, біздің ауылымызға инабатты, ибалы келін болсын деген ниетпен жайды. Жоқ, ана жерде не айтып көресің? Ана бетін айтасың ба? Мен жаңа сосын айтып Айжамал тұра тұршы, сөйлеп алайын, содан кейін сөйлесеміз. Айжамал ризасың ба маған? Қуанышасың. Халықтың алдында сөз. Әбекеге бәрі. Қыстап танысамыз, бұя қарай шыққасын. Аппақ ақ жәмиліктің жолы болсын, ақ жол, өмірде бақытты болсын, сәттілік. Қайным Абайдың үйіндеміз. Құрметті қонақтарды күтіп жатырмыз Есентемір ауылына. Енді құтты болсын, қызымызға жаңа сырға салып келейін деп жатыр қазақтың дәстүрі бойынша. Бәрі де оң болсын, жақсылық болсын, аман болыңыздар. Болды ма? Басқа тема айтайын ба тағы? Білмеймін деген. Тойдың басы ғой деп айтады. Қайырлы күн. Бүгін міне ең тамаша керемет күн. Бүгін 14 сәуір. Біздің Абай жездеміз бен Айжамал апамыздың шаңырағында үлкен мерекелік қуанышты күннің бірі өткелі жатыр. Оған себеп Жәмилаға сырға салу әдемі кеш өткелі жатыр. Бүгінгі күнімізге сәттілік, тойға дайындық өте тамаша қызу өтуде. Бүгін сәуірдің 14-і біздің менің өзім қайнымның қызы Жәмиланың сырға салуына келіп жатырмыз. Қызымыз сырғалым атанғалы жатыр. Құтты болсын, оң болсын, жастар бақытты болсын, дендері сау болсын. Жалғаса береді. Артынан әрдер үшін қолыңмен оралады дегендей істері. Әлемдер, қанағат айналайын. Құда қайда? Құдағай жақында. Құдам үшін. Міне құда. Айтамын. Ал енді әр заттың үлкен кісілеріміз айтып жатыр ғой, жөн жоралғысы бар. Ер адамның арасында бітіретін. Сол енді сол жөн жоралғысын етейік, сосын біз қосамыз ғой. Ал енді қазақтың салтымен қалың мал деген соны беріп рұқсат етіңіз. Мынау 2 миллион қалың мал. Туып болса бала. 2 миллион қалың малы. Сосын мынау өлі түрі дейді, ол 100 мың.
Сосын тоймалы 500 мың. Біреға. О, 3 миллион. Ал, жақсы. Ал, әумин деп осыған бір бата беріп жіберіңіз. Астайым аман түбінде тойланып қалатын балдар бақытты. Оң болсын, оңын алады. Әумин, рахмет. Әрдесі жалғыз. Ал сіздерге құдалар рахмет. Орамал тон болмай жол болады дейді, әңгіме алған бергенде емес. Ертең барып келіп сыйластық та ең басты мәселе. Балдардың арасындағы жақсы мәселе. Екі құда жақсы болсын, екі құдағай жақсы болсын, балдар ешқайда кетпейді. Сондықтан сіздерге сәттілік тілейміз, балдар бақытты болсын, құдалықтарың 1000 жылдық болсын, күйеу 100 жылдық болсын, құдалар сізге рұқсат. Қалған рәсімді жеңгелер өткізіп жазу керек. Мына қазақтың бір туар ұлы, қолда батыр, сырымды ақылынан қалған сөз бар ғой. Сырымды ақылы сонау өз заманында осындай елді бастап, бір елге Үргеніш қаласына ма, сонда бес қалаға қарай қыз айттырып барған екен дейді, осы сіздер ұқсап. Сонда барғанда сол ауылдың биі, абызы сырымды шатастырайық, қанша батыр болса да көрейік, сынайын деген ғой, құда болып келген сынайды ғой. Сонда сырымға сұрақ қойған екен дейді, ауылдың биі. Су анасы не, сөз анасы не, жол анасы не деп сұрапты. Сонда сырымды ақыл айтқан екен дейді, су анасы құдақ емес пе, сөз анасы құдақ емес пе, жол анасы тұяқ емес пе деп. Ай, мына сырым кідіріп өтіп кетті-ау деп тағы бір екінші биі дайындалып отырып тағы бір сұрақ қойған екен дейді. Ал айтыңызшы сырым, би болсаңыз, дау мұраты не, жол мұраты не, қыз мұраты не деп сұраған екен дейді. Сонда сырымнан қалған сөз екен ғой. Дау мұраты біту емес пе, жол мұраты жету емес пе, қыз мұраты кету емес пе деп қызды алып кеткен екен дейді. Сол айтқандай, сондай сапармен сіздерде келіп отырсыздар, адамдарың құтты болсын, бәріңізде көз көрген ағайын, араласып жүрген, дәмдес болған бауырларымызсыздар. Мынау жаңа айтқали айтып жатыр ғой, қазақ сұраса келсе қарын бөле шығады деп. Сол айтқандай, мынау ағайынның аты озғанша ауылдасын ай өссін деп, мына айтқалилар біздер бәріміз мына Қызылсайда сайында бірге туып, бірге өскен балдарымыз. Міне бүгін міне құда болып, осылай үлкен ағалармен бірге жол бастап келіп отырсыздар. Енді қадам құтты болсын. Қош келдіңіздер. Мына дәмінен алайық. Рұқсат, мына түстің мезгілі. Баяғы шалдар айтады екен ғой. Кешкі шай, кесір шай, түскі шай, кербез шай деп. Бұл кербез шайдың уақыты, алыңыздар. Содан былай түсір. Кел. Қош келдіңіздер. Қаран-қаран күліп өтсін. Қонақтар, қош келдіңіздер. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Абекең айтып өткендей, біздер бүгін сіздердің осы балалардың ұйғарымы бойынша сіздерге дастархан жайып күтіп отқан жайымыз бар. Бүгін енді біздің шаңырағымызда үлкен маңызды ерекше күн. Әрбір ата-ананың ұлы ер жетіп, қызы бой жеткесін күтетін күні ғой. Бүгін осындай сәтті бізде бүгін басымызға туған екен. Баламыздың тұңғышы біздің шаңырағымыздағы бүгін ең бір ерекше, үлкен бұл мереке біз үшін. Сіздердің де енді осы бастап атқан істеріңіз оңынан болсын. Бәрімізге ортақ бөтен адам жоқ деп ойлаймын осы жерде. Бәріміз туыстар. Енді барлығымыздың ісіміз оңынан болсын. Бүгінгі бастамамыз осылай тек ары қарай да сыйластыққа ұласа берсін. Бүгінгі сіздерге арналған сый-сияпат барлығы сіздерге арналады. Қош келдіңіздер, астан дәмді алып отыра беріңіздер. Барлығыңызға рахмет. Бәрекелді, тамаша. Ал енді рұқсат Алладан деп жатыр, адамдарың құтты болсын деп жатыр. Енді болашақ құдағайыңыз осы кісілер ғой енді. Енді мына құда құрдасындай болсын, құдағайлар сырласындай болсын деп
мына енді мына қанағат бауырымызбен де әбекең замандас мінекей ұстаз адамдар ғой. Сондықтан өстіп мінекей ары қарай бастама тілек жалғаса береді. Мына енді ары қарай мына бала үйдің базары. Ал дәмден тағамнан салып ала беріңіздер. Енді сәл ысыңқырап баратса, ана терезені желіп, сәл ашып та қоюға болады шет жағымыз. Дүние деген әнді орындап берейін. Қабыл алыңыздар. Қайран жастар қара жаумай қазан ұрмай сола деген бұлбұлым мың күніме татиды-ай осы тұрған бір күнім жалған екен көргенім ой, арман екен көрмеген қарындасым ғой тілек жасалады. Рахмет. Мынау енді сол айтқандай бүгінгі отырыстың енді мәні төркіні солай. Ары қарай енді бір-бірімізге тілек білдіріп отырайық. Ендеше алғашқы сөзді жаңа таныстырып өткендей үлкен апамыз осы әулетті қыз тілекші дейді ғой. Сәуле апамызға ұсынайын деп тұрмын алғашқы сөзді. Асан ағамыз бен Гүлжихан Асеке қайтасыз. Келіңіз. Асан, Гүлжихан, Сәуле апа бастап бүгінгі осы әулеттен тілегін айтсын. Құдағай болып деп айтар, енді құдаларың болыңдар, айдан айтар. Қадамдарың құтты болсын. Мағдай талаппен келіп атыр екесіңдер, оң болсын. Қазақта да айтады ғой, сізде қыз, бізде ұл деп сол арқылы демнадай келіп, құда түсіп сырға салам деп келіп атыр екесіңдер. Апа, микрофонды беру жеңеше. Ой, микрофон даусын жетеді айтамыз. Енді жаңа естіп атсыңдар, біздерден Есен Темір көн деген ауылымыз осы. Бұл балдар дейтін жаңағы арғы неміс Бәйтлеуов дегеннен басталады. Енді бер жағынан Бәйтлеуовтен Сенғали деген, Сенғалидың қызы мен. Одан сосын Керей деген ағам болды, Керей деген жалғыз ағам, соның мынау ұрпақтары, балдары мынау. Есен Темірдің ауыл дейтін көп болдық, бар болдық, қайға жерде де солай ғой. Бәрі де үлкені де кішісі де бәрі өмірден өтіп кетті. Қазірге енді әлгі қатын бастаған көшімді айттық, соның ішінде қазір енді бәрлігі нетіп, маған қалып отыр. Қыз тілекші дейді ғой, қайтейін 82-80 солардың бәрінде көріп, көтеріп жүріп атқан жайым бар шырақтары. Мынау жаңа айтып отқан Керей ағамнан туылған 6 бала бір қыз еді. Үлкен қызы да қайтты. Содан кейін үшінің кетті. Қатарынан жаңағы. Содан кейінгі үшеуі бар енді. Барына берекет берсін. Қалған жерде осылар аман болсын, елдері сау болсын. Мынадай енді балдардың қуанышы тек ұзағынан болсын. Өсіп, балдарын оқытып дегендей
балдар теңін тауып мынадай құдалы болып жатыр екенсіңдер жағынан алдарынан сүйіндірсін. Сырға салайын деп жатыр. Абайжан Айжамалжан айналайын қуаныштары жағынан болсын, құтты болсын. Енді тек не тілек айтайын, тек аман болыңдар. Құда мың жылдық, күн деген тек мың жылдықтарың тек әр уақытта жақсы болып, жан жақтарың аман болып, тек ұрпақтарың тек өсіп, өніп, жапырақтарың жайла берсін бәрін. Жастарымыз аман болсын, солардың қызықтарын көрейік. Әдеде алда талай-талай тойлар бар, бәрінде аман есен жетейік соған. Балдарымыз аман болсын, жан-жағымыз аман болсын. Абай, Айжамал құтты болсын сендерге. Қыздарың енді аман есен, жақсы жерге барайын деп жатыр, естіп жатырсыз. Бәрі құтты болсын, аман болсын. Еліміз тыныш болсын. Қайным менен кейіннің ауылына қош келіп жатсыңыздар. Біздер Есен Темір ауылы жаңа айтып жатырмыз, көтермей. Сіздер жаңа ер төлеп деп жатсыңыз. Біздің де кегіміз сондай өте орынды жерден біз жаңа қызымыз да сол ар жағы сондай елден. Ал енді қызымыз оқуын бітірді, магистратурасын бітіріп, сондай өте ақылды, сондай қыз мәдениетті әрі оқыған сондай қызымызды. Енді қызымыздың сырғасы саласында өткізді. Бәріңізге де бұл аман сау, бәріңізде аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Енді тағы не айтайын енді? Ар жағы құдалық деп жатыр ғой енді. Бәріне оң болсын. Рахмет. Құдай қонақ болып келіп жатсыздар ғой. Отырған орындарыңыз, төрлеріңіз мәңгілік болсын. Балдардың жүрек қалауымен бәрі де оңынан болсын енді. Көпір салынғалы жатыр, қызымыз сырғалы маталғалы жатыр. Бәрі де ата дәстүрмен салтымыздың бәрін жалғастырып жатсыздар. Бәрі де оңынан болсын. Жүрек қалауымен осы қаланың жүрегі алдамай, осы алдағы болашақта мына алтын көпіріміз үлкен оңынан салынсын дейміз. Барлықтарыңыздың енді дендеріңіз сау болсын, осы екі баланың үстінде көкірегіміз. Әр шаңыраққа Алланың нұры жаусын, бүгінгідей мынандай шуақты, сондай жарқын күндеріміз ұзағынан болсын деймін. Сәлеміміз түзу болсын енді, алдағы уақытта сол екі баланың жүрегі алдамай, сыйластығымыз ұзағынан болсын. Қазір енді Құдай қонақ болып келіп жатсыз ғой, оңынан болсын, отырған орындарыңыз, өздерінің үйлеріңіз сәлеммен болсын барлығында. Жалғасын тапсын деймін. Мына болашақ құдаларымыз енді осы әулетте жаңа апамыз, үлкен апамыз айтып келіп жатыр, бір қыз 6 ер бала болған деп, енді қызда апамыз, қайнапамыз да 17 болып кетті. Одан тараған жиендер мынандай Атыраудан мынандай жағдаймен келе алмай жатыр. Жолдың келіп жатырғаннан тілсіз жауымыз бәрі де Алла тағала тек оңынан болып сәтін салсын, бәрі де оңынан шешілсін. Алдағы уақытта таныса жатарсыздар. Одан кейінгі қайнағамыздарына Дассор деген жерде, ол кісіде құттар қайтыс болған. Содан кейін мен жолдасым, сосын мына жерде Ақтауда екі қайнымыз бар, жаңа құдаларымыз болашақ. Осы қара шаңырақтың иесі, оларға да енді қызын аялап, өсіріп, өндіріп, бар тәрбиесін берді, оқытып, тоқытып жатыр. Енді қай кезде де тас түскен жеріне ауыр, енді қимай отырған шығар, бірақ енді қыз бала өрісі дейді. Өрісі кеңейе берсін, осы шаңыраққа енді той деп келейік, барлықша жайып жатырған дастархан тек тойға жайылсын болашақта. Ұрпақ қызын көріп, бәрі де тойлап бесік тербетіп дейді, болашақта айтылатын тілектер. Енді біз тілекшіміз енді бәріне де осы жастардың үстіндеміз, ниетіміз барлығы да оңынан болсын. Ал енді қобалып жатып барлығымызға бірақ енді өздерінің таныс адамдары болғасын, көңіліміз жайтау. Оңынан болсын, бағасын бала берсін барлығы тойда.
Енді мына ішке танымал болғасын ағамыз Қасеген кірмей жаңа жеңгеміз сырттан өздерін таныстырып айтып жатыр ғой. Әулет шүкір. Апамыз, үлкен апамыз, үлкен жақсы әдемі Сәуле апа айтты. Есентемір ауыл осал ауыл емес. Оны біз білеміз. Себебі бала күнімізден осы мына өзен мұнай газдың міне мысалға мына ағаларымыз отыр, төкеуін көшерде мына үлкен ағаларымыз айтқан ей мысалға. Мына құдаларымыздың өзі де әбеке бәрі де сол мұнай саласының майталмандары ғой. Соны басқарып отырған үлкен биліктегі сол жерде үлкен мәселелермен айналысып отырған азаматтар. Бәрін жақсы білеміз. Сол мына әкеміз айтады еді, менің әкем деді Қызылсайда кезінде шопыр болып, сосын артынан жаңағы өзен мұнай газ ненің УТФ-ның кәсіподағы болып Москвада оқыды әкелеріміз мысалға. Оны Алпан ағам жақсы біледі. Қасында талай сапарлас болған, Москваға да бірге бар. Сол тәтем айтып отыратын еді, Рахим Өтесінов деген Есентемір болған. Ең бірінші осы өзен мұнайының ашылуында бірінші атсалысқан адамның бірегейі деп. Дос болып едім деп тәтем айтып отыратын еді. Жақсылық Жанғазиев деген ағамыз бар. Ол да осы мына өзен мұнай газы басқарып, Жетібайдан бастап, үлкен өзінің сол өнерден 71 жылы практикадан өтіп, Алматыда политехтің алғашқы мына ізберген ағаларымыз бар, Өрен Сағындықов ағаларымыз. Бәрі сол ең бір алғашқы түлек болып келгенде политехті бітіріп, сонда бірінші қолдарына направление беріп, оператор емес, мастер қылып, бірінші жұмыс орналастырған сол кісілер екен. Жаңағы Өтесінов деген атамыз. Неге оқып келген балдар оператор болады? Олар мастерден бастап керек деп, сонда Жақсылық ағамыз бір отырғанда айтатын еді Жанғазиев. Менің Жанғазиев болған бекеңмен Өтесіновті арқасымен сразу мастерліктен бастадым деп. Сондай міне біз тарихты шет жағасын білеміз. Бұл Есентемір ауылы өте мықты ауыл. Сондықтан енді осындай үлкен әулеттің бер жағында мына Сәкен ағаларымыз бар. Осы қазақ атымды, осы үлкен біздің мәдениет ұжымдарды, біздің маекті басқарған жалғыз бір қазақ болса, сол жігіт жергілікті осы Маңғыстаудан шыққан кадрлар мысалға. Сондай азаматтар бар ғой. Енді мына әулеттің жақсылық жағын, елдің қандай әулетпен құда болып жатқанын айтып біліп отырғанымыз жақсы. Енді мына әулеттің үлкені деп апамыз, Сәуле апамыз сәулешін шашып, өзінің сөзінен, жанарынан, тілегінен сәуле шашып жатыр. Қыз тілекші дейді, апа тілектеріңіз қабыл болсын. Арғарай мына келісіп жатқан шараларың арғарай мыңжылдыққа жалғассын деген тілек айтқым келеді Асеке. Құтты болсын. Енді арғарай осы мына ауылдың әулеттің ағасы ғой Асеке. Жаңа үлкен жеңгелеріміз сөйледі. Ауылда ағаларда енді әртүрлі бағытта өмір дейтін солай ғой. Сондықтан мына осы ағаларым деген бір әнді мен осы ауылдың ағасынан атынан орындап жіберейін. Арманыңыздар. Жүрегім отқа ыстық сахарадай, көңілің алып ұшқан шағаладай, алдымнан көкем-ау деп шығады, сендерді сағындым ғой, сендерді сағындым ғой, ағаларым. Сөзіңе сүйсінемін балдай тәтті, өзіңе сүйенемін қандай жақсы. Ерлердің ағасы бар, жағасы бар, алдыңда ағаң болған, алдыңда ағаң болған қандай жақсы. Тазалығы сағасынан дейді.
тұлпардың жақсылығы тағасынан, інінің жақсылығы ағасынан, ақтонның жақсылығы жағасынан, арудың ибаллығы анасынан, сәбидің зеректігі санасынан, молданың жақсылығы тобасынан, базардың жақсылығы бағасынан, інінің жақсылығы ағасынан, адамның жақсылығы нағашыда дейді. Біраз солай айтқанда енді мен нағашыларға тоқталайын деп тұрмын. Бұрын жаңайдың әлісімін. Сіздермен бірге келген жайдан қонақтардың ішінде мені танитындар бар. Ал енді бұл өмірдің өзі бәріміздің бір-бірімізбен сыйластығымыз, сол сыйластықты жалғастыратын келе жатқан ұрпақ, сол ұрпақты қазір сендер сол қалап келіп жатқан осы Айжамал мен Абайдың баласы енді келешекте біздердің таныстығымызға, біздердің ілгері қарай бір-біріміздің сыйластығымызға себепкер болып отырған адам дендер сау болсын, бастары аман болсын, ата-анасының бастары аман болсын. Бұрынғы уақытта біздің бала күнімізде, біздің жаста уақытымызда барлығы жоқ, жоқтық болды да барлығымыз бір-бірімізге зависимость болдық қой. Ағайын жекжат, ой тоғыш болса ағайын екенбіз, төлеп болса ой ағайын екенбіз деген уақыт дегеннің бәрі өтіп кетті ғой қазір. Жоқ деп айтуға болады қазір. Мен сол жарымышта көп болдық бізде. 10 шақты жыл болдық, бала күнімізде 6 сояқтар оқыдым. 6-7 ағаммен жүрдім. Сол уақыттағы біздің қатарымыздың бәрі қазір жоқ деп айтуға болады. Бәрі кетті. Оның бер жағындағы күні кеше мынау әдемінің жолдастары, менің Кенжебек деген інілерімнің барлығы 70-ге жетті бәрі кетіп қалды. Алланың өзінің әркімге берген уақыты ғой, оны ешкім ұстап тұра алмайды. Адамның әрі келмейтін нәрсе сол ғой, басқа затты шаман келсе әрі келеді. Келген қадамдарың құтты болсын. Осы біздің тілегімізді Алла қабыл алып, балалардың бақытты өмірін көрейік, барлығымыз осы отырған. Жамандығын көрсетпесін тек қана. Жамандық деген қазір аяқтың астында көзді ашып жұмғандай деп отыр. Қазір не нәрсенің бәрін естіп жатырмыз. Алла содан аулақ қылсын. Ал енді сол балалардың бақытына осы отырған бөтен адам жоқ шығар, бөтен адам келмейді ғой. Осы жерде ең сол Айжамал мен Абайдың жан ашып барлық жақсылығына, жаманына сүйінетін, жақсысына қуанатын адамдарымызға келіп отырған. Сол қуанышымыз бұлағынан болсын. Алла жамандық көрсетпесін, екі бала бақытты болсын. Осы мынау заманымыздың азалда ардақты азаматтары болсын. Бізді мақтандыратындай ғана, біз қуанышына қызықтыратындай жақсы азаматтар болсын. Сендерге жақсы келін болсын, бізге жақсы күйеу бала болсын. Қыз деп, ұл деп, екеуін мақтай берудің қажеті жоқ. Жаңа осы Абайды айтып барлығын мақтап жатыр. Мен Абайды айтпаймын, мен Айжамалды мақтаймын мысалы. Айжамал болмаса Абай бұндай өмір сүрмеген болар еді мысалы. Жоқ, олай деп бір адамды мақтай беруге болмайды. Мақтау деген екі адамның ортақ өмірден болады тек қана. Екі адамның ауыз біршілігінен, екі адамның бір-біріне татулығынан өмір деген содан ғана болады. Сондықтан менің Айжамал деген қайынсіңлім өз еңбегімен, өзінің тірлігімен, өзінің анау жаман уақыттарда қаңғып, сауда жасап, осы баспаған бармаған жер тауы жоқ, соның барлығына еңбегіменен өзі, ақылменен, өзінің аяғыменен жетті өзі. Абай жаман olmayayım, Абай жақсы, кемі жоқ. Абай қалай жаман? Метр 90. Қатардың жігіті жоғанды мен жігіті бар, Айжамал қалай жаман бар? Мағасы ерді өліп қалды Айжамалдың ертеректе. Осы бір кішкентай қыз 7 жасында қайтыс болды. Апамыз 9 баламенен балдар шуылдап қалды барлығы. Біздің үйленген жоқ. Осы балдардың алдында осы сол үстінен кетті. Қазір осы жерде енді 4 ер бала, 5 қызы бар апамыздың. Біз енді апамыздың 53 жасында қайтыс болды, апам ештеңе көрмей кетті апамның апасы. Балдарға біздің есігіміз ашық әр уақытта. Осылардың қуанышына қуанамыз. Жаманына әй жаман болып қалды деп оған жаңағы күйінеміз. Алла тағала енді сондай бізге беріп қойғаннан кейін біз бәріне енді ризамыз ғой. Балдар жақсы бәрі, орын тапты, қыздардың бәрі тұрмыста, балдардың бәрі үйленген. Енді апамыз бен жеңгені көрмеген қызықта, балалардың бәрі көріп жатыр. Сондықтан бұл Айжамалдың осы өзінің еңбегіменен, өзінің жаңағы несіменен, Абай екеуінің біріккенінің арқасыменен, қадыр-тәттің өмірінің арқасында екі баласын екеуі де оқып жатыр, шүкір оқуларын бітіріп жатыр. Тұратын жерлері бар, бәрі де жақсы. Сол қызықты сендер де қызықтан, біз де қызықтайық, аман болыңдар. Балалардың жамандығын көрсетпесін, жаным Айжамал. Абай, балалар бақытты болсын. Сол бақытты қызықпенен
екеуің әбден қартайғанда қызық көрдің, балалардың бақытын көрдіңдер. Аман болсын, барлықтарың отбасында аманшылық, берекетшілік болсын, денсаулықтарың болсын, аман болсын. Семьяңызда тек қана бірлік берекет бере берсін Алла тағала. Енді жаңа айтып отыр ғой, абайды мақтамаймын деп, айжаманды мақтаймын деп, қай-қайсысында нететін ештеңесі жоқ. Екеуі де біріне бірі сүйенісіп, балдар елдің қатарлы азаматы болып өсіп келе жатыр. Тек сонысынан жазбасын, Алла бердім деп берсін. Жаңа айтқан баласының алды тұла бойы тұңғышы дейді ғой енді. Жәмиланың тек бағы болсын. Балдар жақсы өсіп келе жатыр. Сіздер де солардың қызығын көріңіздер. Қыз өссе өрісің дейді. Өрістері кеңейіп енді осымен жалғаса береді ғой. Жақындық деген, татулық деген, сыйластық деген, құдалық деген бәрі де жалғаса береді. Тек сол ұзағынан болсын, оңынан болсын. Айжамал абай айналайын енді. Оң болсын, барлық затында істеліп жатырған сәтімен болсын тек Алла. Ал мына екі жақтың ата-анасына тек осы балдарды қызықтайтын Алла ғұмыр берсін деймін. Тек дендерің сау болып осындай тек тойда кездесейік, тойда жүрейік, аман болайық. Айжан, жеңішесін клипке алып кетеді. Менің Маңғыстау әнімде клип түсірілді ғой. Сонда бас түсірілді осы. Аман жүрдік. Ютубта бар, қарасаңыз. Аман жүрдік. Ағаш үйін тігіп, 6 қанат баяғы шалдардан қалған біздің өзі Маңғыстаудың жаңағы несімен. Бәрі өзі оқу, жаңағы несін түген бас құрын өзі тоқиды жеңеше. Сондай шебер адам. Әлі сол ата-баба салтын сақтап, ағы киіз үй ұстау дейтін оңай шаруа емес. Мына әкім болсын, Маңғыстауындай газ болсын, жаңағы биік үй деген, ана өзенде теберсін қалпақ деді ғой. Ақтауда жеңешемдікі биік үй. Қазақтың салт дәстүрімен келіп жатсыздар, қадамдарына гүл бітсін. Осы себепте болып жатқан жастар бақытты болсын, аман болсын. Бәрі аманшылықта кездесейік. Міне айтқан сөздер көптілік көл ғой. Нағашы сөйледі, аман сөйлеп жатыр, сол тілектерге қосыламыз. Ат бойынша сырға салып рәсім болып жатыр. Қош келіңдер. Жастар бақытты болсын, елдері сау болсын. Екі ортаға салынған көпір мықты болсын, алтын көпір. Осы тұрған құдалар, бәріміздің елдеріміз сау болсын. Жақсылықта келсек, тойда келсек, айтатын жақсы тілек көп. Адамдар кішілер күткендер бәрі айтып жатыр ғой. Соның бәрі ешкенің құлағына шалсын, елдеріне сау болсын бәріміздің. Үйлерінде тек ақшасы қандайда, елдеріне сау болсын. Құдалар деп айтып елге болатын шығар, болашақ құдаларсыңыз ғой. Көрден алып отқан орындарың құтты болсын. Міне біздің Айжамал мен Абай Жәмиланы сырға салуына сіздер келіп отыр екенсіңіздер. Енді Жәмила енді Абай мен Айжамалдың бір тұңғышы. Оқуын оқыды. Айжамал осы екі баласын ағы мен көзінің қарасымен ағы дейді ғой. Осы балдарын оқытуға, соларды тәрбиелеуге бәрі уақытын бөлген. Енді сол сіздер жақсы келін алып жатырсыңдар. Жәмила деген өте ұқыпты, мәдениетті, жуас. Сіздерге жақсы келін болсын. Иә. Алтын көпір құтты болсын, мысалы енді отырған. Енді жақсылық болсын, той болсын ауылдарыңызда. Мынау енді міне қанағатпен әлия да сондай қуанышқа бөлінейін деп отыр. Мынау Абай мен Айжамалда екі жақта ұл да, қыз да, болашақ қосылатын балдар екі жаққа бірдей болсын, дені сау, аманшылық болсын, тек қана басымыз тойда қосылсын. Мен Алымжан, қазір Ақтау қаласында отырамын. Мен жаңа айтқан қанағат десек, балдар баба дейтін мерген екеуміз, арамыз 4-5 жас екен, әрі құрдаспыз, әрі тумаласпыз, құртайымыздан бір үйдің есебінде өскен балдарымыз. Сол енді оң болсын. Нағашым Жаңай. Жаңайдың әрісі. Ал керек. Қожбан ғой. Қожбанның жиені. Ал оң болсын, мерекелерін жасаған ұзағынан болсын.
әдеде мерекелік көбейеді ондағы енді. Бастамасы ғой. Ал бақытты орай осындай кең дастархан кездеседі. Рахмет. Балдарымыз қосылып жатқан балдарымыз бақытты болсын, құрған отаулары мәнді болсын, ата-аналары, тумалас туыстары бәрі аман болсын. Сол енді барлық сіз біз болып жақсылықта тек қана қуанышта, тойда бірімізге біріміз барып келіп жүрейік. Жақсылық болсын, үлкен кісілер аман болсын. Барлығында үйлерінде той болсын, келіп жатқан жаңа жылымызда құтты болсын. Енді ораза айт деп жатыр ғой, ода аман. Ендігі ораза айтқа аманда жете берейік, аманшылықта. Бала шағамызды қызықтап, барлық жиған келгеніміз балалардың қызығына шашылсын. Аман болайық, ұлды ұяға, қызды қияға қондырып үлкен, ақсақалды ата, ақжаулықты ана болайық, бәріміз. Үйлерінде той болсын, аманшылық болсын. Екі баланың бақыты үшін енді осы тұрған жақын жуық бар күшімізді салып, белсеніп қызметін атқарамыз ғой. Ары қарай балалардың өздері жалғастырып алып кетеді. Ақылшылар бар, ата-ана бар, аға жеңге үлкендер бар деген сияқты. Талабымыз оң болсын екі жаққа да. Денсаулық тілеймін баршаңызға. Осындай жақсы жаңалықтарменен жақсы дастарханда ұшыраса берейік. Менің атым Сапаргүл, кенженің қызымын. Жаңа мына асаба жігіт айтып кетті. Қонай дейтін батыр бар деп. Дәл сол қонайдан тарайтын қызбын. Кілең батыр. Мына келетін жігітім ертөлектеді, сосын мен де осал емеспін деп. От сол айтыңырақ қойу керек. Бәрі бірге жатыр қойды көбісі. Оң болсын. Сөз көп айтатын, алда айтамыз. Рахмет. Жақсылықта жүздесе берейік. Рахмет. Әдемі тілек айттыңыз. Ең бірінші балдар бақытты болсын деп тілеймін. Ана маған дейін айтып отырған осы жақтағы үлкендердің тілегі бар. Менің өзімнің тумаластарымның тілегі бар. Солардың бәрі қабыл болсын деймін. Осы шаңырақта той бола берсін. Келіп отырған жаңа жыл құтымен келсін, өстіп жаңа жыл жақсы басталып жатыр. Ауылдарымыздан сіздің де біздің де той кетпесін дейді. Жаңа айтып жатыр ғой, танитын адамдар кездесіп жатыр мына жерде. Біреу болмаса біреу таныс болып жатырмыз. Нағашыларымыз бар екен, әлі жаңай бар. Қай жаңай болса да енді. Сен де бәрі нағашы, енді нағашылы жиенді болып жатырмыз. Ауылдас ана апай бар, әрі құдаша, апасы Ажар деген төлектің жеңгеміз болып кезінде тие берсін қайтыс болып кетті ғой ол кісілер. Олардан тараған балдар бар, бізден қатар қыздары бар, Гүлсінайлар. Сол сонымен жақсы көңілді дастархан болып жатыр, ұзағынан болсын дейді. Сол ең бастысы балдар бақытты болып, соның куәсі болып жүре берейік. Ана қыз бала деген қалайда болмасын төркін жағына қарата жібере береді. Сол айтқан шешеміз өзенге қарата жүреді, соған осы Айман деген нағашымның үйінде 2 жыл жатып жұмыс жасады. Сосын енді сол жерде мекендеп тұрып жатып қой, енді осы күні бүгінгі шейін сол үйде 5 бала, оның үлкені тұрмыста, Қамысбайдың ауылында ана соттық өтсініп отырған. Сосын одан кейінгі осы ер бала ол мына Ақтауда, сосын ол 2 қыз, одан кейін олар Алматыда оқуда, сосын үйде кішкентай, нәниде 3-еуміз қалды. Сосын келген сайын мына баланы мыжимыз, шырағым үйленбейсің бе деп. Себебі қатарлары үйленіп отыр, жасы да 24-ке келіп қалды. Сосын бір күні өткенде адамың бар ма деп еді, февральдың ішінде бір күні адамың бар деді. Сосын жайлап сұрап алдық та, сосын көшесіне шап кетті, біз жайлап арғата іске асырдық. Ол енді қашан, ойын қашан деп еді, көктемде или жазда түсіп күзді алсақ, немесе келесі жылға алсақ деді. Жақсы көреміз сонымен. Арғарата бұл мына қазіргі бала үйленуге асып кетті. Сосын енді соның арғарата болса мына жалғасын бүгін тауып жатыр ғой. Сол жылдамдатып болатын істі іске асырған жақсы. Сосын бүгін келіп жатыр осы араға. Енді сырға салып, әрине көптеуіміз шамдалып келіп жатырғанымыз. Шамдалғанның өзі де бұл да жаманатта солай екен. Шүкір, Құдай көрсін десін. Ағайын тумалас қой енді. Сенің мерейіңді үстем қылам деп, мен де барайын деп тұрған адамға сен қал деу өте қиын. Деген тұрғанмен жайлап, жаңағы әдемілеп айтып түсіндіріп жатырғанымыз. Соның өзінде де енді келіп жатыр.
кейбір жерде кейбір адамда қазіргі деген ақылшы да көп. Біреу айтады, 10 адам барғысы келетін адамдардың сөзі, сен 10 адам барсаң айтады, ертең артың жоқ екен, сен тыйып барып дейді. Біреу айтады, жер қайысып қайда барасың дейді. Сол айтқан енді сол ықшамды алып жайлап келіп жатырғанымыз. Ал енді бүгінгі ісіміз оң болсын, дастархан жайып қарсы алып жатқандарыңызға көп рахмет. Тойдың бұл басы ғой енді, алда бұйырса нақты жалғасады. Сонда енді бұл жерде мен келгесін жерде мен енді осы мен айналамыма келгеннен кейін мен жайлы таныстырып кетейін. Мана үлкен жақтарын таныстырдым. Осы арада мына столда отырғандар таныспай қалды. Енді бұлар жерде шат таныстырылды. Енді тона столда отырған тона Әлпия деген мына нағашым Айтқалидың жолдасы отырған кенженің қызы. Одан кейінгі отырған келін үйдегі үлкен ең кіші үлкен үйдегі біздің ең кішінің қолындағы Асылтас деген жары кеше жарының қызы қызғанның. Оның бер жағында Ләззат деген келін, бұл жаңағы мына Берекенің жолдасы Жамалайдың қызы. Сосын одан кейінгі менің қызым, үлкен қызым осы Жаннұр деген мына Қамысбай еліндегі келін. Қалған адамдарды енді темірді таныстырғанбыз, қалғандар. Сонымен осы құрамда келіп отырғанымыз, ал енді тек жақсы күндерге жолығайық, басымыз аман болсын, деніміз сау болсын, шуақты күніміз болсын. Қанеке, ескүшті Қамысбайда батыр. Қамысбай әулие деген. Одан мың жылдық болсын. Рахмет, қарсы алып. Дастархан жайып. Қарсы алып. Жақсы күндерді кездесейік. Сау болыңыз. Рахмет, балдар бақыт болсын. Атым Береке болсын. Жүрген жерің береке болсын, береке болсын. Ассаламағалейкум. Не дейміз? Жалғасын таба берсін. Жол көрсетіп жатқандар үлкендер аман болсын. Осылай тек ары қарай жалғасын. Тойда келсе, жасау күндерде. Сыңа оларда сәт түсіп жатыр. Құдағына болсын. Құдай қонақ болып келіп, төлдеп шығарып жатсыздар. Өте рахмет. Балдар бақытты болсын. Қуаныш жалғаса берсін. Қазақ елінде тағы да бір ұлағатты семьяның кірпіші қалаңызын деп айтамын. Ал аман болайық. Жақсылықта кездесейік. Сау болайық. Рахмет. Ал енді осымен сәл кідіре тұрайық. Абыз ауылына қазір Жадыр апан Төлеп ауылы бір айтып болсын, сосын ағаштарға келеміз. Даниял деп өзімнің әкем қойып еді, атасы Даниял Ахметов деп болсын деп. Сол сияқты бүгін міне Ақ Даниял үйленем деп Жәмилаға сырға салып келіп жатырмыз. Оң болсын, тек той қаласын. Жастар бақытты болсын, тағы да айтамын. Жастар бақытты болса, бәріміз де бақытты. Осы айтылып жатқан тілектердің бәрі періштенің құлағына шалсын. Сіздерге де қыздарыңыздың жолы болсын. Қыз беруде оңай емес. Қыз ұрады кету дейді. Тек тойда кездесейік, жақсылық болсын. Ал аға, құда, сіз бастаңыз. Жолыңыз үлкен ғой. Ауылды құлашының басы ғой. Иә. Құда деген істемі жар. Құлашының маңызды болсын. Қырым жылда 40 бей шыққан. Құланымызда бір. Мен әжім жаңайда қыз еді, шолып жаңайды. Әжім қойған. Мұнан беріңіз бе, әдем әңгіме айтып бар, құдаға біз. Есіңіз берме. Жаңа үйде келсін микрофон жағып берді. Ырыспай деп әжім қойған. Ырыспай. Шолып жаңайды қыз еді. Ырыспай, иә. Ama bunlar Бәрі жаңайда шадағы бар. Ama bu vücuda oturan değerlimizin de havuzanın biri olsun. Tek de zaten tek kumaşlar görüyoruz. Ömür şöyle olsun. Bir kazaklı bir kazak bir abroylu gün japrağı yalı azamata olsun. Amaçlık olsun. Gezesek toyda gezesek amaçlık ben. Toyda jalan seversin. Amin. Есентемір деп рахмет өтесініп деп ол кісінің кітаптарын оқыдым мен.
83 жыл Түркменстаннан көшіп келдік біз. Сол жылы кітабын оқыдым. Жаңа Алау деген кітабы бар еді. Сосын тағы біреуін ұмытып отырмын. 2 кітап болды осыны шығарған. Ол енді өзенді құрған кісі ғой енді. Не дейміз, балдарымыз бақытты болсын. Мен де атамды айтып кетейін, Ескелдің қызымын, Отар Ескелдің. Жаңағы Бердал деген әулие бар, сол атамыз. Жаңа баяғы Түркменмен адайлар соғысқанда соларды біріктіреміз деп сөйтіп жүргенде соғыс қайтыс болған. Сол не дейміз, балдарымыз бақытты болсын. Микрофонды ашып тұр. Айта берейінші, микрофон көп қанағатшылығыңыздың құдалық 1000 жыл дейді ғой, сол тек қана 1% қызылын көріп жатыр, бұл жерде болып қалыптасты. Енді екеуміз енді шындықты айтқанда мамам көкесі болып кетті. Көңілге дейін ішерлік көрмегенбіз өзімізге. Одан қалды қазір тым жақсы 3 немере сүйіп отырып, сөйлеп алдым. Kendin kolunda ömrümüz Allah'a. Olsun. Kudabalarımızdan жақсы хабар келіп, Құдаймен құдағайымыз сүйінші сұрап, бізде қуанып қалдық. Қуанғанда біріншісінде құдабаларымыз үйленеді деп қуандық, екіншісінде құдалардың қатары қосылып жатыр деп қуанамыз осыны. Сол айтқандай тек той бола берсін, балдар өсе берсін, өне берсін, өте жақсы ауылмен құда болып жатсыңыз. Бізде де құда болғанымызға 7 жыл болды, басында қалай кімдер екен деп сұрап біршілде жақсы ауыл, сол жақсы ауыл деген жақсы ауылдан өдіріп, қазір шүкіріміз. Жаңа Әйеке айтқандай немерелеріміз бар, жаңа түскенде 7-8 жылдай болып қалды. Сіздерге де жұмыс болсын, өзі бір-бірімізге құда-құдағай деп жүре берейік. Қаршымызда шек жоқ, тойдың бастамасы, тойлар бола берсін. Ал не айтамыз? Балдардың талаптары оң болсын, бақытты болсын. Ал тек тойда тойға аман-есен жетеді. Тойда астырған деген сөзін жорғақ тұрып, қарап үйдің құқығы болған біле, сөзге жорғақ тұрып. Құдағар дейін енді сырға салғаннан ел айтады, елімді айтады. Ниетіміз сол. Жақсы қарсы алғансыңыздар. Дастарханымызға рахмет. 2 жастың арқасында құдандалы болып жатырмыз. Жағынан болсын, балдар бақытты болсын, тек жақсы жанұя болсын, 2 жаққа бірдей. Сол балдардың енді тойларын жақсылап өткізейік бәріміз бірігіп. Ал бір жақсы семья болып кетуіне атсалысайық бәріміз. Ал тек тойда кездесейік. Денсаулық тілеймін бәріміздің осы жерде үлкен адамдар. Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік. Міне өзіміз көріп болып отырмыз. Жақсы шараның үстінде бір музыкаға кейін болатын болып сентябрь ауылынан. Ұзағынан болайын. Айтып жатырмыз ғой, құдамын жылдық, 200 жылдық деп. Содан жаңа айтып отырсың, енді тұтқан сол систематарда төлеппен чотан жатса, сол жерде Қожанзар деген кісі жатыр. Мына құдағай Жаңайдың қызы екен. Батыр болған, әңгіме жоқ ешқандай. Мына батырдың сол кезде соғысқан білетін, қасында қатта спонсор болған байлар болмаса, ол жол көрсететін билер болмаса тағы да болмайды. Сондықтан ойлаймын енді, біздің қазақтың сорлысы жоқ. Мына Есентемірдің ауылдан ұзақ білеміз. Мына айтқан кісілермен айтқан қолына су кезік деп айтуға жатқан рахмет ағалардың. Мұнда төбештен кісілер болып, үлкен азаматтарын танимыз, қазір де білеміз. Ал мына құдалық ұзағынан болғай. Жорға да қатынасын, дорба да қатынасын, бәрі де қатынасын. Мына құрмайын деп жатқан семьяда осы егеменді еліміздің тек көк байрағын жоғары ұстайтын бір мықты отбасы болсын. Өмірге шүбірлі болсын. Ұзағынан болғай. Жақсы күндерде кездесе береді. Тадайын таңған, сұңқардайын сыраңдан, сұлу жібек армекен, құлап түскен қошыдан, қуаң шашың иыққа, бойында мінің бар мекен, қасы көзі қиылып, құлай мойның иіліп, ақ құлайын ақ шәбет, ішіңіз
Ayrılmaz talay gör Kısındır ve kısılgın Beyne bir yetin var beken Altay jürüp hol tozup Ağım aşıp sol kırıp Gelip durman alıstan Daniyalday mınaşık ettin Armanay seray var meken ay Aynalayın şabine aynalayın şabine ayın tosun onunla şolsun tosun solundan ah bu yesin al arık gel salgan kasemmen gelişirsin sonundan Allah dost olmasın kudalarda parayık var bedel salayık Başşayla çengeli on oldukta alayık bir ne şaban şabayık mal vergenge mal verip şam vergenge şam verip belge surap alayık usta çenge kolundan şamılmazmın yolundan Beredi kazıp tamak şavu da davuş eter sonuna Жандарымыз оң болсын, құтты болсын, сіздерге де оң болсын. Қостан түлектеріне тек бақытты болсын балдарымыз. Соны тілейміз. Аман болайық, сау болайық, тойда кездесек, жалғасын таба берсін, той жеткелек. Балдар бақытты болсын. Адамдарымыз құтты болсын, оң болсын, қайырмен болсын, берекелі болсын, бүгінгі басқан қадамдарымыз ұзағынан болсын. Мына олар төрт айтып кетіп отыр, 10 адам болып келгелі 20 адам болыпты. 20-22 куәгер болып келіп отырсыздар. Мына 2 жасқа ары қарай мына бір құдайға айтып отыр. Мына 2 жас ары қарай жақсы семья болып кеткеніне атсалысайық деп отыр. Сондықтан осы бәрімізде бір семья болып бәрі келіп отырсыздар. Құтты болсын, қайырмен болсын. Енді мына өзім таныстырып өтейін. Менің есімім Берік болады. Руым Таз, Жасталан, туған жерім Дастұр. Мына абай дейтін екеуміз жандай доспыз, жандай құрдаспыз. Мектептен бері бірге келатырмыз. Бұл өтек болып. Жолдас семья болды, одан кейін бәріміз отбасы болады. Осы жақта 35 жылдың үстінде бірге келатырмыз. Көптен. Мен мына барлығын жолдас жігіт айтуға тиісті шығар. Құдан да айтып таныстырып өтіріп өтейін. Мана айтып отыр, жер қозғалмаса абай құдалардан қозғалмайды деп. Салмақты, сабырлы жігіт, көп сөйлемейді, ешқандай жаман ойда жоқ. Ақкөңіл, қарапайым жігіт. Баяғыда діндарлар шариғат бойынша айтады, 10 күнәнің 9-ы тілден деп. Соны тас салып жүреді екен бәрі, көп сөйлемес үшін. Оған таста керек емес, сөйлемейді жүреді. Ода бір Құдайдың берген шығар деп ойлаймын, кейде қызығам. Сөйлемейді. Қысқада нұсқа бір 2 ауыз сөз сөйлейді жүреді. Жас кезімізде бір 200 грамда болғанның өзінде бір 2 ауыз сөз сөйлейді, ол қасында жігітте сөйлеп отырады. Сондықтан жақсы, сабырлы жігіт. Енді қасында енді Алла тағала біреу сөйлесе, біреу сөйлемейтін не болады? Айнымал сөйлейді. Айтып отқанда қайтарда соғады деген сияқты бәрі керек. Нақтап түбіне шейін жетеді, анау олай, мынау олай бәріне жақсы отбасы, баяғыдан танимыз. Балдарды жақсы, Думан, Жәмила көз алдымызда өсті, кішкентайынан өте тәртіпті, әдепті, инабатты, жақсы қыз, өсіп жатқан оқуы бар, тоқуы бар. Енді мына 2 жас абай, Айжамал, құдалар бақытты болсын, иманды, сондай салиқалы отбасы болсын. Содан 2 салиқалы отбасының жақсы ізгілік ұрпақ, жиындар сүйсінсін Алла тағала. Манадан жақсы тілектер айтып отыр, құдалар, үлкендер, ақжауапты аналар өте жақсы тілектер айтып отыр, соның бәрін Алла тағала қабыл етсін. Той жалғасын таба берсін. Мына бірінші той бөлімі сырға салу, құдалық деп, одан кейін үйлену той, одан кейін құдалық той деп ары жалғасын таба берсін. Аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын. Шаңырақтарымыз той кетпесін енді. Менің тойдың бастамасы Жәбила бастап келіп отыр, ары Думан келатыр.
тек үйленді болса тек той бола берсін, тойлап келе берейік. Осылай еще жақсы керемет әдемі сөздер айтып жатыр, бұған деп айтамыз керемет күнге барыңыздар ол жатыр бәріміз алла тағала осындай керемет сол істерді әлі жалғасуда енді өте жақсы соның күні бір мейрам күні деп айтамыз той деп айтамыз негізі мереке ол ешқандай бізде айып жоқ қызмет бақытымыз барлығы ортақ деп айтамын бұл мерекені өйткені қыз ол деген бала айтады ол өріс деп қыз жалғасы расында қыз деген негізі батыр деп айтуға болады өйткені ұрпақтың жалғастыру деген несі осы қыз балада деп айтамын өйткені барған жерде қыз бала барғанда мен бақытты боламын деп барады деп отырамын сондықтан да барған жеріне біз бақытты қылсын деп айтамыз өзі де сол барған жерінде бақытты қылсын деп айтамыз тастай батыр судайсыз деп айтамыз бүгінгі таңда жастарға айтатын нәрсе өте көп сондықтан да оның барлық өзінің басында санасында болу керек сондықтан да мен бүгінгі таңда өзіміз ғана айтып жатырмық құрдастарымыз абай ғана Айжамал керемет отбасы өйткені біз ғана айтқандай ұзақ достығымыз ұзақ болып болады да әлде жалғасуы әлде де бар өйткені бір бірімізді балдарымыз өскенін бір бірін көріп куәміз бұл дүниеде тойында бұл кісілер әр уақытта бізді көріп жатыр мына осындай қонақта болғанда біздер сондықтан да біз бір біріміздің балаларымыз қалай өсіп жатқанын бәріміз куәсіміз бағана жолдасым айтқандай инабатты болсын деп айтамыз мәдениетті деп айтып жатыр әрине оқыған адам білім алған барлық бала қыздар қыз бала әр уақытта мәдениетті яғни орта көрген адамдар сол ойлаймын әр уақытта жатырқамайды бүгінгі таңда жас қыздар жас келіндерден барып болғандар бұл үйренісуді оңай зат емес бағана айтады 5 жыл керек деп 5 жыл болмай ақ қойсын әлде де несімен бола берсін жалғасын қасында құдағай енді жас қарап отырып жас екен тәрбиесі керемет болады деген ойдамын бүгінгі таңда жасыратын еш нәрсесі жоқ өйткені қазіргі жастарға көмек керек оның қасында мұғалім ұстазы мықты болу керек сонда ғана шәкірті жақсы болып шығады деген жақсы ұстазда шәкірт жаман болмайды дейді сондықтан да оның барлығы енелерден өзімде 4 балам 5 балам бар соның 4-і үйленген 4 келін сүйіп отырмын сондықтан жан жақтан келеді әр баланың мінезі болады деген сияқты бүгінгі таңда оны айтпай кетпеуге болмайды оны айту керек ол расында той ол көпшілікпен де қазақта ол айтылған тез ешқандай қиын жоқ той бүгінде болады дейді ары қарай оны жалғастырып той болатын ол тек қана жастардың қолында бақытты болатын екі жақта да ақ сүтін ақтайтын ол балалар сондықтан да бақытты тілейік балаларға жақсы болсын тәрбиенің барлығы осы үйден шығады деп айтады қазақтар ол ешқай жерде үйренбейді міндетті түрде ол ата анасы барлығын үйретіп жібереді ары қарай жалғасудың барлығы ол ар жақта құдағайдың қолында болады сондықтан да қызымыз бақытты болады деп ойлаймыз сенімдеміз бақытты болсын деп тілейміз де ағайын туыстың бірлігі де ауыз біршілігінің барлығы осы жастардың қолында ұзағымен болсын бүгінгі керемет дәстүрлер айтып жатқандай біздің қазақтар бүгін айтып жатыр құдай қонақсыздар деп айтып жатыр оның жалғасуы бағана айтады сырға салумен ары қарай құдал түбінде болады дейді ұзағымен болсын деп айтамыз аман болайық балдардың барлығының тойына бәрін бірге болайық ең бағана айтқандай бастысы әр ал болса соның барлығына осы балалар бақытты болсын деп отырмыз аяғын ауырып қалған ағамыз аяғы ауырса да соңғы жағынан келіп аяғын сындырып алып одан кейін менің жолдасым Асқару 6 жыл қайтқанына содан кейін мына қайным Латипа деген келінім бар сіздің ауылда болып шықты хан болсыңыз одан кейін енді абай қайным мен Айжамал келініміз осындай отбасымыз бар енді үлкен қайнағам дастурда тұрады жеңгеміз бар дастурда енді бүгін келгісі келіп еді онымен бәріңіз естіп отырсыңыз осы жағдаймен келе алмадық одан кейінгі қайнапамыз болды ол кісі қайтты оның 6 қызы 2 баласы бар олар да осы жағдаймен келе алмады звондап хабарласып айтып жатыр сәлем айтыңыз оң болсын деп жағдай жақсы болса ертең тойына да келе жатар бәрі де осы жағдай болмаса қош келдіңіз дейміз денсаулық болсын 2 жас бақытты болсын енді Жәмила қызымыз оқыды анасымен қатар оқыды қазір жұмыс жасайды әлде де жалғасын оқып жатыр
үшінші кішкене ерке қызымыз қолымызда өстіп еске алсақ қалып отыр. Жәмиланың кішкентайында еске алса тамақ жемей мамасы жүгіріп жүреді деді, әй тамақ жеш деп. Сонда да соны тамақтайтын деп Айжам алып келемін. Мен жатыр тамақ беріп алайыншы бірінші деп. Енді ана болғасын қызы өзіне ауыр болады. Аунап кіріп жатқан болар Айжам алды. Қызымның жалғыз қыз. Өзінде 2 бала, тақыман бар. Жолы болсын деймін, әлі той алда. Önünde sırğa salınır. Çok rahmet. Bәрімізге де кино болады. Денсаулықтарына келіп жатыр. Арысындар да. Еліміз сау болсын, еліміз тыныш болсын. Тойлаған балдарымыз болсын. Қызымыз бақытты болсын дейміз. Аңжалса құрметті қонақтар, қайнымның төрден алған орындарын құтты болсын, ауылдастарым менің. Енді жармыш дегенде еленген ғой, бұл ауылда Есентемір ауылына 21 жыл болыпты мен де келгеніме. Бүгінгі қуанышты күннің, енді көңілді дастарханның егері біздің қызымыз енді Ақжамиле мен келгенде 2 жаста. Енді уақыт жылдан, уақыт өзінікін алып жатыр. Енді төрден алған орындарыңыз құтты болсын. Енді құдалар деп айта берсем болатын шығар. Менің руым, өз руымды айтсам Керей Жемелей, Өрегеттен қысының қызымын. Осы ауылдың келінімін, Есентемір ауылының. Нағашым ескелді. Айтатын тілек көп қой, мынада айтылған жақсы тілектерді Аллам қабыл етсін. Жастар бақытты болсын. Қыз бала деген енді елдің аманаты ғой. Қыздың жаңа айтып жатсыздар, аманатын айта алмай тұр. Кету ғой енді, жолы болсын. Осы отырған ағайындар енді осы құда болып жатыр, құда 1000 жылдық болсын, 200 жылдық болсын. Ерекше қуанышта жүрсін ғой деп. Енді ауылының адамдары келіп жатқанда қалай қуанбайын деймін ғой. Бәріне көз танысынан қанағат дейтін менен 1 жас төмен оқыған шығар енді. Қазір өзгерген екен, жадыраны танып жатырмын. Есен деген құрдасым бар менің. Мамасын танып жатырмын. Қуаныштымын сіздерді көргеніме. Қыз көрсін, қызымыз кетіп, жақсы жерден, жаңадай, мен де айтып жатырмын ғой Жәмилаға, кімге Айжам алған. Неңді жүрегіңді бас, жармыштың қыздар жаман болмайды. Жармышты, аржа жармыштан болса ол деген кей бала да жаман болмас деп. Сол мақтап қояйын, енді келген жерімізде мақтайын, Ақжамиле енді. Жаңа су ішкен жерім ғой. Аққайнымның жаңа көзімен ағымен қарасындай думан мен Жәмила ғой енді. Бақытты болсын енді, қанаттағы қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, көзінің қарасымен ағындай өсірді. Ақжамилоқтың бағы болсын, жастар бақытты болсын. Осындай үлкен кең дастарханда жақсылықпен, қуанышпен сіз біздесіп тек кездесе берейік. Ауылдастарым, сіздерге осы салынып жатқан көпіріміз ұзағынан болсын. Менің келген жерім де жақсы жер, жақсы жерден құда болатқандарына сіздер де қуанып қойыңыздар. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын енді, ұзағынан болсын қуаныш. Жастар бақытты болсын. Нағашыңыз қай ескерді қызым? Қай ескерді? Мен де ескердім сені. Қазір оны дұрыстап танысамыз, былай қарай шыққасын. Нағашым Қаракедей. Онда Қаракедейдің қызымыз. Нағашыларымыз қиындықтар ма? Мен мына Айжамалдың ағасымен руым Сүгірәлі, атым Мұңалбай. Хабардың бәрін естіп жатырмыз. Оң болсын, құтты болсын, талаптарың оң болсын бәріңе де.
Келген шаруаларың бар, осы болып тұр, оны естіп жатырмын, мына тәртіп келе алмадым, күшім күшті алмадым, бауыз. Сол қаларымыз енді арғы әңгімені арқылы жалғастыра береміз, осы жайдан ойлап қалған сияқты кеш келгесін. Аманшықта болың, қарақта болыңыз. Сізді күтіп отырмыз. Сіздің тілегіңіз болсын деп жатырмыз. Енді осы жерде мына ары қарай тілек, мына құдалар жағынан келген қонақтардың бір жастар жағы сөйлеген жоқ сияқты. Жоқ, сен сөйлесіп бір ауыз, сен айт. Әлфия, сен бір ауыз айт деген. Тілек ауыз. Көп саулығыңызға, балдар бақытты болсын, дастархандарыңыз тойға жайылсын, жастар аман болсын, барлығыңызға денсаулық тілеймін. Қосыламыз деп жатырмыз. Әлфия айтады маған, осыдан кейін жоламан сен Маңғыстауды айтпай қалай кетесің жердің. Дұрыс па? Орындай. Маңғыстау міндетті түрде айту керек. Мына теңіз көрініп тұр, мына теңіз жағасында үй ғой енді. Теңіз көрініп тұр, теңізге қарап тұрып шалқып айтамыз. Бірақ ол енді ән айтылғанға дейін осы жерде барлық осы мына құдаларыңыз, Абай, Айжамал, құдағайларыңыз, мінекей, осылардың барлық думаластары осы жерде келіп тұрған мана бұл жерде ең бастысы бәрі батыр ғой. Мына Қырымқұлдың өзі батыр болған. Мысалға құда үлкен. Менің қарым нағашым Қырымқұл. Шешеміз Қырымқұлдың қалбысы екен. Сол кісі айтады екен, Қырымқұлда қалбы елдің алды деп. Мінекей сондай үлкен қасиетті. Бәрі де бұл жерде бөтен адам жоқ. Бұл жерде мен айтайын тұрғаным, ұзын сөздің қысқасы, Махамбет пен Исатай тұр. Шақыршы бері, Исатай мен Махамбет. Ал енді мынау Махамбет, Исатай қасында тұр, мен мынаяқта көріп жүрмін. Мынау Махамбет, мынау Исатай. Ал былай қарағанда, күрең батырдың бүгін тойы болады. Батырлардың тойы. Ал енді мен тілекті осы қонақтарға жалғастырайын. Ал тілектеріңізді айтыңыз. Будущий құдалар, адамдарыңызға гүл өтсін. Мына екі жас бақытты болсын. Салынып жатқан алтын көпір арада. Аманшылық тояды, жақсылықта есейік. Осы алда таныса жазамыз ғой. Атужан Исатай, руым Байымбет, Сүгірәлі. Алтынай, из рода Жамай. Махамбет. Құрметті қонақтар, бүгін міне қош келіп жатырсыздар сентябрь ауылына. Бұйырса салонға отырған алтын көпір мықты болсын, бақ ауысады, ырыс шығысады демекші. Бүгін міне сіздің ұлдарыңыз біздің Жәмила қызымызға көңілі түсіп, сіздер солардың себептерімен осы ауылға құда түсіп келіп жатырсыздар. Қадамдарыңызға гүл бітсін, болашақта 100 жылдық күйеу, 1000 жылдық құда болайық. Жаңа мына жерде таныстырғым келіп тұр. Махамбет деп шақырып жатыр ғой. Махамбет бұл біздің ауылдың күйеу баласы. Жаңа ең кіші нағашым бар, Игілік деген кәрі шаңырақта отырған нағашымның үйіндегі, сол үйдегі күйеу бала. Жолдасы Ақмарал. Айжамалдың сіңлісі. Жақсы, енді құрметті қонақтар, микрофон сайта берейікші мен. Бүгін енді ең әдемі, ең тамаша күнде екі ауыл бір-бірімен танысып, әдемі отырыстың куәсі отырмыз ғой барлықтарымыз. Осында отырған әрбір адамның көкейінде бір ғана тілек бар. Келген сіздердің себептеріңіз, ұлдарыңыз, біздің ауылдағы қызымыз, осы екі баланың бір ғана тілегі бармақтай ғана бақтары болып, сіздердің келген ойларыңыздың оңынан болуын ғана Алладан тілейміз. Қош келдіңіздер. Бүгінгі сый құрмет барлығы сіздерге арналған. Қабыл алыңыздар, жақсы отырыңыздар, жақсы демалыңыздар. Сіздердің хабарларыңызды естігеннен бері осы ауылда да біраз жүріс болды. Әбекен қайдасыз, келіңізші? Әбекен деген менің жездем, жаңа өздеріңіз бәріңіз біліп танып жатырсыздар. Сондай өте мейірімді кісі. Жаңа ағам айтып жатыр ғой, жер қозғалмаса қозғалмайды деп. Расында да барлық мінездің жайсаңдығы мен сабырлығы осы кісінің бойында. Нағыз әкелік
мейірімге Жәмила қанып өскен бала. Кеше кіріп келіп үйге. Сонда келе сала әкенің махаббаты, әкенің мейірімі, әкенің құшағы деген ол бөлек дүние ғой. Соның барлығын осы әбекеңнің арқасында біздің Жәмила молынан сезініп өсті деп мен айтар едім. Енді әрине анаға қыз бала өте жақын. Ал Әжімал апа, мынау болып жатырған қуанышыңыздың бастамасы алғашқы той отбасындағы ұзағынан болсын, жалғасын таба берсін. Бұл кісінің жүрегі өте кең. Біздің осы барлығымызды қамқорлап жүретін осы Әжімал апам. Сондықтан да жаңа келген құдалар сіздерге де адам бір көргенше, жылқы кісінегенше дейді ғой, сіздердің де жүздеріңізге қарап жақсылықтың, мейірімділіктің, ізгіліктің нышанын көріп отырмын. Олай болса, бір-біріңізге деген осы мейірімділік, сыйластық ұзағынан бола берсін дегім келеді. Жаңа төрдегі ағалар айтып жатыр. Жаңай нағашым деді, біреу өзі нағашымын деді, Жаңайдың әйтеуір құлағымызға жағып кетіп жатыр. Мен де Жаңайдың қызымын, Сәркен Жаңайдың. Жаңағына төрт мына жерде құдашаңыз үлкен, Айжамалдың үлкен апасымын деп таныстырған, сол үйдің мен кіші қызы боламын. Ал енді айта берсе сөз көп. Қадамдарыңызға нұр берсін, оң болсын, тек айтылған барлық тілектер Алла тағала қабыл етсін. Енді сол біздердің құрметімізге жоламанадан қандай әнді айтамыз? Маңғыстау әнін айтамыз. Бірге айтамыз. Қадамдарыңызға нұр берсін. Әлфияның сұрауы бойынша. Осы жақсы достар айтып, соның барлығы қосылмауы керек. Ақбарым. Құрметті құдалар, қош келдіңіздер. Төрге шыққан ойындарыңыз, қадамдарыңыз құтты болсын. Енді барлығының тілегі, ниеті бір. Көп сөйлемей-ақ қояйын. Ақжамилегіңіз бақытты болсын. Сіздің балаңызда бірге қоныстасып, екеуі тек бақытты өмірге шын кешені. Мына біз дейтін Махамбет дейтін любимый күйеу баласымыз деп ойлаймыз. Енді Айжамал апаның сосын Махамбет дейді ғой. Менен де жақын адам болатын болды ғой енді. Сол сияқты сіздің енді жақын туған қыздың күйеуі сен жақсы ғой енді. Ең жақын адам болады ғой. Сол тек біз жаққа керемет күйеу бала болсын, біздің қызымыз сіздерге аппақ келін болсын. Жәмилегімізді біз жақсы көреміз, айтып жатыр, өзі өте нәзік, ақылды, сыпайы, байсалды, оқыды, тоқыды. Енді барынша әке-шешесінің көзі ағы мен қарасы тұмсықтыға шоқтырмай, қақтырмай, жан-жағынан мәпелеп өсірген. Кешеде Ақбаржан апамыз айтып жатыр, Жәмила кеше Алматыдан келді, Алматыдан самолеттен түсіп келіп жатыр, Айжамал апа бүйтіп құшақтап жатыр да. Сосын Айжамал апа сенікі өтірік сияқты қойшы, абай жездер дейтін құшақтағаны бар мейірімі, бар жақсы көретін ниеті көрініп тұр дейміз ғой. Сол бар әкелік, аналық махаббатқа бөленген керемет қызымыз енді. Сіздің де Даниял деген керемет жігіт деп ойлаймын. Екеуі бірге жастар бақытты болсын. Ең осы ақ ниетпен ақ дастарханның барлығы осы екі жас үшін екеуін тек Алланың берер молшылығы, жақсылығы көзі тың болсын. Сол жеңгесіне Ағайлар, сіздерге де құтты болсын. Жәмиланың қадамы жолы болсын. Тек екі жаққа бірдей болсын. Тек сіңіп кетуіне, барлығына бар айналасында енді. Жақсы бәрі өзіміз секілді адамдар жақсы көмектесеміз. Тек маңдай ашық болсын, қадамы құтты болсын. Сіздер бірлі Benim
Sübülen'in gitarası kayda. Rahmet. 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 Al kayda kayda kayda. O aynı karıydı capsı üretti. Bizimdeki karabol aydırıp derim. Büyümedim sustum çorap aydırıp derim. Alıksın şarkı solon son ketemen yıkam. Büyük bak kesem gözümde seygürüp öğren. Elimde şarap aldım adamlar kal. Allah'ım korkur hemen sankarlarla kal. Şarkın soldanlarında solda kaldıran. Ben olsam armandım varım armandan da buldum diye aydınlık kral. Kayacakma barış kömerimi kaygınım al. Önüme karayı gezek şapkaysın yege. Üstümde körümşeretin seybürüm al. Önüme karayı gezek şapkaysın yege. Üstümde körümşeretin seybürüm al. Elimde şalom aldım falan kallarla kal. Allah'tan korkanı hemen sankarlarla kal. Şarkın soldanlarında solda kaldıran. Ben olsam armandım armandan. Haklısındım bugünde aydına karal. Kancak kabarık kömermi kayranım al. Önüme karaydır gezek şapkaysın diye. Yüzümde görümcüledin seygülüm al. Elimde şaban oldum anamlarla kal. Allah'tan korkma ötemin sankarlarla kal. Şarkın soldanlarında yolda kaldıran. Ben olsam armandım varım armanlarla kal. Elimde şaban oldum anamlarla kal. Allah'tan korkma ötemin sankarlarla kal. Şarkın soldanlarında yolda kaldıran. Ben olsam armandım varım armanlarla kal. Haklısındım bugünde aydınlık kral. Kancak kabarık kömermin kaygınım al. Önüme karaydır gezek şapkaysın diye. Yüzümde görümcüledin seybürüm al. Önüme karaydır gezek şapkaysın diye. Yüzümde görümcüledin seybürüm al. Менің Маңғыстаудың даласындай дауысы кең жоламан ағама қошеметтеріңіз. Rahmet al енді той қыласың, ас қайрайын. Мәссаған. Бұл қайдан келді бар? Құданың өзінен келді бар. Ой, құда. Мынау құда түсіп келіп, сырға салып, қызымызға өздерінің бейілдерін көрсетіп атқан құдаларымызға, жаңа осы жиынға қатынасып отқан барлық ағайын жекжаттарымызға Алла тағала барлық шындық пен сырдың бәрін сақтап, тек қана жақсылыққа жақындатып, барлық шапағат шарапатын шашқайсын. Алла. Аумин. Ал енді аяғымыз созып кішкене. Кеңі жерге Mangdayın olsun. Ana banyo bir yer yok. Iya. Мұндайлар басып бара ұйықтайды олар. Apa, kuyruktur bir şey. Ал жеңгесі қызымызды алдарыңызға келіп берді. Екі сөз кезегі өздеріңізде. Ұмыстан басау. Құрметті қонақтар, ардақты ағайындар, қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің үлкен, көптен күткен қуанышымыздың, тойымыздың бастамасы сырға салу рәсімі құтты болсын.
Енді алдымен өзім таныстырсам, Бәйімбет ауылының келіні, Сүйіндік ауылының қызы боламын. Атым Ләззат болады. Енді бүгінгі мен сырға салу рәсімі маған бұйырған екен. Сондықтан мен барымша өтегім келіп тұр. Енді қазақтың салт дәстүрімен, осы екі жастың табысуымен, қалауымен, шешімімен, сіздердің рұқсатыңызбен сырға салу рәсімін бастаймын. Сөздерді мен өзгертуіме тура келіп тұр, себебі абысындарымның аты аталайын деп тұр. Сондықтан түсіністікпен қарарсыздар. Енді міне... Орысша қалай болады? Орысша қалай болады? Енді міне қыз мұраты кету, жол мұраты жету деп, сіздердің аяулы қыздарыңыз, біздердің болашақ келініміз. Жәмиланың астына ақ кілем жайды. Ол жолы ақ болсын, әрқашан ашық болсын деп. Оның үстіне өпешесін жайды. Ол золотыдай жарқырап жүрсін деп. Оның үстіне жеңгелері тізерлеп отырғызған екен. Ол бізге инабатты, біздің ауылымызға инабатты, ибалы келін болсын деген ниетпен жайды. Енді біздің осы бір шумақ өлеңімді айтып, сырға салуын сіздің рұқсатыңызбен сырға салуын бастасам. Енді сырғаны айта кетсем, менің абысыным осыдан бір 5-6 жыл бұрын келініне арнап, ырымдап сырғасына қойған екен. Осы сәтте бүгін келіп жетті, өте қуаныштымыз. Енді қолым жеңіл болып, келініміз құт болып келсін. Енді өлеңімді арнап, сырғамды тоқартып сырғам салайын. Күмістен сырға тағылар, күмістей таза болсын деп. Сымбатты және ибалы әулетке келін болсын деп. Гауһардан сырға тағылар, сезімі таза болсын деп. Оң қолмен тағайын, әулетімізге адал болсын деп. Келінім бақытты болсын. Осы қуанышымыз тек жалғасын таба берсін. Алдымен енді үкілегім келіп тұр, келінімізді. Ол енді тіл көзден аман болсын деп, өзімізге меншіктегіміз келіп тұр. Ал бісміллә деп бастайын. Егізек. Әй, еғсіз. Жеңгелері сырғасын алып көмектессеңіз, сырғасын салайын. Қолыңыз құтты болсын. Айтылған тілектердің барлығы қабыл болсын. Ол кішкен адам біріндей қолың құтты болсын. Ал енді Жәмилә бүгін міне өзге елдің жаңа құдағайымыз айтқандай, өзге елдің үгісі тағылып, өздеріне меншіктеп, құлағыңа сырғаңды тағып, бүгін міне сырғалым атандың. Сырғалым атанғаның құтты болсын. Ал енді дәл осы сәтте мен ең бірінші осы жерге Жәмиләні құттықтау үшін жүректері лүпілдеп соғып тұрған, толқып тұрған қос анасына бірінші құттықтауын бергім келіп тұр. Әрине, құдағай тұрыңыз, сізге құдағай деп айтуға рұқсат бар сияқты. Қазір берем. Ең бірінші сіздің жүрегіңіз бүгін қуанышқа толып тұр. Көңіліңіз толқып тұр. Сондай керемет сәтті Алла тағалам сізге көруді нәсіп еткен екен. Ұзағынан болсын қуанышыңыз. Келініңізді құттықтауға рұқсат. Маңдайың болсын.
О, менің қасиетті асланым, сырымды сенен қалай жасыралым? Жүргекте үңгәлаған мен сәбиді, өзің қояқ сүт беріп асыраған деп, Жәмиланың да жүрегі дәл қазір толқып тұр, ағайын. Олай болса, қос ананың құттықтауына рұқсат, Айжамал апа рұқсат, баламызды сүюге. Құтты болсын, маңдайы болсын. Ал енді, Не, екі жеңгесі бізге табыстап отыр екен. Соған біздің сыйлығымыз бар. Әжемай брендіне. Деген біздің еліміздегі сыйлығымызды берейік соған. Біздің елімізде қазақи нақыштардың, қазақи бұйымдардың бренді. Бұның тағамын атай алмаймын. Енемізбен аттасын, енеміз осы жерде отыр. Енеңіз атына жүріңіз. Сол брендтің алтын, золоты сырғасы. Рахмет. Табыстауға рұқсат етіңіздер. Құтты болсын, құлағында болсын. Сосын құттықтауларға қазір рұқсат береміз, апалар. Қазір сәл-сәл азғантай адамбыз, жарай, тілегіңізді айта беріңіз, асықпай. Құтты болсын, мына келініміздің қолы жеңіл болсын, саламатқа асырғасы. Тек маңдайы болсын, бақытты болсын баламен. Құдай солардың болсын, қызығын көруге бізге жазсын. Бүгін мінекей қызына бой жетіп, сырға салынып, бізге елдің сырғалым атанып отыр. Сырға салған келіншілер құдағай. Барлықтарыңызға рахмет, құдағың жеңіл болсын. Алдыңызда сырға салына жүрсін. Бүгін жүрегім толқып тұр. Ал қызым әлі бақытты болып. Бүгін мен сіздермен танысып, жақсы адамдар ма деп ойлап тұрмыз. Сондай күтеміз, жақсы болады деп. Барған жерінде бақытты болсын. Аман жүрсін, дені сау болсын. Бақытты болсын. Ұзағынан болсын. Болашақ Даниял күйеу балам екеуі бақытты өмір сүрсін, ғұмырлы болсын, дендері сау болсын, болашақтары жарқын болсын. Екі елдің арасында екеуі күліп ойнап жүргенге не жетсін, соған жеткізсін. Үрлі шүрлі болсын. Тек сыйластығымыз ұзағынан болсын. Тек қуанышта жақсы күндерде кездесек. Ал қызым бақытты бол, жаным. Аман жүр, денің сау болсын. Тастай батып судайсың деген мақал бар ғой, сондай барған жерінде бақытты болсын деймін. Енді өзге елдің бүгін сырғасы салынғаннан кейін сен сол елдің адамысың. Бақытты бол, жаным, басыңа тек Алла бақыт берсін. Дуаға тілекте боламыз сен үшін. Соны тілеймін, бақыт бол, жаным. Рахмет, айтқаныңыз. Ал енді күйіміздер құттықтауға рұқсат, шашуларыңызды шашыңыздар, тойдың басы. Құттықтаңыздар. Шашуларыңызды Баянның көзіндейсің, жібектің өзіндейсің, ақ жаулық аналардың кешегі кезіндейсің, аққуға айналдың да, ұшуға сайландың ба мекеніңе.
айтып отырмын, бақытты қыламын деп бақытты қылдық. Бәрің ашылып, әр уақытта маңдайың тек жарқырап тек. Күндей тек айдай жарқырата жүр қолыма. Өзіміздің ауылымыздан алып келген дәмімізді ортаға әкеліп жүрдік. Енді осы шаңыраққа әкелген дәміміз бар, соны Алып кету керек та. Бисмилля. Құрметті қонақтар, бүгін мына 14 сәуір 2024 жылы қызымыз Жәмилаға сырға салу марапатына қатысқан қонақтар, соған дайындалып жатқан жайымыз бар. Біз үшін бүгін ерекше маңызды күн. Тұңғышымыз Жәмиламыздың бүгін сырға салуға болашақ құдаларымыз келе жатыр. Біз үлкен дайындық жасап жатырмыз. Біз үшін бұл үлкен ерекше мереке. Осыған дайындық 3 күн бұрын осы үйдің үшін бүкіл 3 бөлмені оформление жасадық, поварлар жалдадық, бүкіл құдаларға дәмге корзина дайындадық, түрлі шоколадтар мен ақ дәмдерден толтырдық. Барлығы жақсы болды деген ойдамыз. Үйдің үшін ерекше қылып безендірдік. Тіпті көрпешелерді де заказға алып, барлығын күшті қылдық деп ойлаймыз. Енді қазір біз құдаларды, болашақ құдаларды күтіп отырмыз. Енді қызымыз болашақта бақытты болсын, сырғасы құтты болсын деп айтамыз. Болашақ күйеу баламыз Даниял екеуі бақытты өмір сүрсін, ғұмырлы болсын, дендері сау болсын. Тек біздерді, осы Абай екеумізді қуантып жүре берсін, алдарымызда бақытты балалар болсын. Дендері сау болсын, тек осындай тек тойда кездесуге Алла бізге тек соны жазсын. Рахмет. Аумин. Рахмет көп. Жаратқан сені бізге тым ерекше сый қылып берді. Өзіңнен бірге несібе берекең үйіліп келді. Бақытым байлық жалғыз өзің ғана жүрегімдегі. Қарашығым көзімдегі. Сен келіп жақсылық толып біздің өмір өзгерді. Ата-ана бақыты бөледің сезімдерге бізді. Осының бәрін әнге салып айтар кезі келді. Барасылым қызым менің. Үйге береке боп келдің, үйге мереке боп ендің. Күнім қызым менің. Болмасын жуайым қайғым, әкең сені уайымдайды. Ақылды болайын, ақылды болайын. Осынысымен қызық бұл дегенді. Пакет болып шуылдады. Осынысымен қызық бұның бәрі. Өзіндік
рәсімнің қызықтары ғой енді. Енді мына ортаға ақ келіп жатыр, нан келіп жатыр. Ана ауылдан, қонақтардан келген үлкен кісі болсын, біздің ауылдан үлкен бір-екі кісі кішкене тілегін айтсын. Реттеліп. Алтын апа бар ғой, қонақтардан бастайық. Қонақтардан үлкені. Әуелі тілегін айтып жіберсін, сосын үлкен кісі айтайын деп жатыр мына ауылдан. Барған жерінде тастай батыр судай бізге жақсы келін болсын, сендерге жақсы күйеу бала болсын. Әр уақытта өздері өмірлік, өздері жақсы жанұя болсын деймін. Жәмиләміздің мына сырға салу рәсімі құтты болсын, барған жерінде бағы болсын. Тастай батып судай сіңсін барған жерінде. Ата-анасына тек осы ғұмыр берсін, денсаулық берсін, қызықтап отырған жандарға. Алла қабыл етсін. Бақытын бақытты болсын. Осы Алланың адамға беретін ең жақсы нәрсесі берген біреуі денсаулық, екіншісі иман. Сол екеуі бойында болған адам қор болмайды. Сол осы ауылдың балдарының бәрінде де бар шүкір, бәрі де жақсы. Елің сау болсын, аман болыңдар. Келін барған келін сендерге жақсы келін болсын. Күйеу бала бізге жақсы, өзіміздің балдарымыздай бала болсын. Дендері сау болсын, жамандық көрсетпесін. Бәріңіздің де отбасында қызық, тыныштық, аманшылық өмір сүрің. Балдарды қызықтан аман болыңдар. Сау болыңдар.